Ордабасы құрылтайы жөнінде не білесің? Бұл оқиға қай кезде болды? Бұл құрылтайға кімдер қатысты және қандай шешім шығарды? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Ордабасы құрылтайы қай кезде болды? 18 ғасырда қазақтарға жоңғарлар тарапынан ғана емес, сонымен бірге батыс жақтан Еділ қалмақтарынан торғауыттар, солтүстіктегі Сібір казактарынан, сонымен қатар башқұрттардан, оңтүстіктегі ортазиялық мемлекеттерден үнемі қауіп төніп тұрды. Тәуке хан қайтыс болғаннан кейін таққа Қайып хан отырды. Бірақ ол мемлекет бірлігін ұзақ сақтап тұра алмады. Оның билігін қолдамаған сұлтандар арасында таққа талас басталып, қазақтардың ішкі жағдайы әлсіреді. Жүздер арасында алауыздық өршіп, ауызбіршілік жоғалды. Осындай ауызбіршіліктің жоқтығын пайдаланған жоңғарлар қазақ жеріне шабуыл жасап, халықты ақтабан шұбырындыға ұшыратқан болатын. Бұл құрылтайға кімдер қатысты және қандай шешім шығарды? Ендігі жерде қазақтар үшін аман қалудың басты жолы өзара бірлікті нығайту мен жоңғарларға тойтарыс беру еді. Жауға қарсы басты қару бірлікте екенін түсінген қазақ жасақтары Ордабасы тауында бас қосты. 17 ғасырдың аяғы мен 18 ғасырдың басындағы қазақ хандығының жоңғар шапқыншылығына қарсы күресінің күрделі тарихи кезеңі Төле, Қазбек, Әйтеке билердің қызметімен тығыз байланысты. Осы кезеңдегі қазақ қоғамында олар үлкен рөл атқарды. Мұның куәсі 1726 жылы күздегі Бадам өзенінің жағасындағы Ордабасы тауындағы жалпы қазақ құрылтайы болды. Құрылтайға Әбілқайыр, Әбілмәмбет, Сәмеке, Күшік, Жолбарыс сияқты хан сұлтандар мен Төле би, Қаздауысты Қазбек би, Әйтеке би бастаған ұлыс және ру билері, қолбасшылар мен батырлар шақырылды. Құрылтайдың мақсаты барлық қазақ руын жоңғарларға қарсы біріктіру және мемлекеттілікті сақтау болды. Осы мақсатқа жету жолында шайқас жоспарын құру жөнінде ақылдасты. Ақылымен, айласымен, батылдығымен көзге түскен Әбілқайыр дара тұлға ретінде халық арасында танымалдығы арта түсті. Оның бойындағы қолбасшылық және елшілік қасиеттер жоңғар шапқыншылығы кезінде анық байқалды. 1726 жылы Ордабасы тауында жиналған жиында Әбілқайырға жоңғарларға қарсы қазақ жасағын басқару тапсырылды. Оның соғыс әдіс тәсілдерін жетік меңгергеніне сенімді халық Әбілқайырды бір ауыздан қолдады. Әбілқайыр хан қолбасшылық еткен шайқастарда қазақтар үнемі жеңіске жетіп отырды.